Лучше трак драйверлармен сөйлесек те, трак драйверлер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Өшір фотоны дейді. Өшірмейме. Зузу дейді. Асан ба кім? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Қалайсың бауырым? Қалайсыздар? Жақсы жаңа. Бір сұрақ бар еді, айып етпесеңіздер. Иә, ортаға. Кейін, сізден немесе комментариядан не қылам? Екі сұрақ бар. Бірінші сұрақ. Анау Маркус деген онколог деп айтады ғой, қазір форсит етіп жүр. Самолеттен неған ба? Иә, мен соны қанша барлық источниктен іздедім, мен соны таппадым. Бірақ өте әйгілі дейді. Еш жерден источниктен таппадым, біріншісі. Өтірік. Бар ақпарат болса, ссылка тастайсаңыздар, иә. Екіншісі, алдың күні де тоже форсит етіп жүр. Екі ученый барып, Меккеге барып, тасын зерттеген депші. Қағбаның. Соның біреуі таң қалып, сол жерде қабылдап кеткен екен, атақты ученый, исламды деп. Оны да зерттедім, оны да таппадым. Белгілі бір нәрседе. Екіншісін естімедім енді. Одан кейін, мен екіншісін естім, сондай болды да. Мен просто ізденгенді жақсы көремін де, любой ақпараттың неге, қайдан деген сұрақ туындайды ғой. Одан кейін, оразаның да несі бар, оразаның пайдасы жоқ дегенге мен енді қазіргі біліммен қарсы бола алмаймын. Медицина жағынан пайдасы бар болу керек, бірақ алдында бір информация көрдім. Именно ораза айында өлім жетім аз болады екен, статистика бойынша дейді. Онда ізденіп қарадым, Турция 33 жыл зерттеген екен, 2024 жылы неған объявить еткен ақпаратты ешқандай бір существимый бір нәрсесі жоқ, разницасы жоқ. Тоже, бірақ ақпарат бөлісу жағынан сондай болған екен да. Сол Маркустікі қызық еді, просто маған чересчур қатты форсит етіп жіберді. Соны арыздендім. Мен естідім ба, иә? Естідім, бірақ ізденбедім, мен ойладым сразу фейк ау деп. Иә, сондай, ондай онколог болмаған екен да, аты шулы. Енді ол әңгімелер сәл қазсаң уже ұйқаспай қала береді да, ол жерде. Сәл қазсаң ұйқаспай қала береді. Сол ұйқасу үшін қазбау керек болып тұр ғой? Қазбау керек, ойланбау керек ол жерде. Ойлансаң бітті ұйқаспай қала керек. Сондай болып тұр да бұл жерде. Сол менде басқа арты ештеңе жоқ. Ешкімнің андай бір хайп ештеңе керек емес. Сұрақ жауап. Жақсы, аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет, алғыс, Асылхан, красавчик, молодец. Міне, қазақтың жастары ізденеді. Бауырым, мен есімде ма? Не есімдемін ба? Есімде ме? Өткен жылы мен сенімен араласқан едім ғой, типа мен сен Құдай жоқ деп айтқан едім, мен саған доказательство қойып бергенмін. Ой, сен есімде бар ма, жасқа? Есімде емес, ол бір кез. Мен саған айтқан едім ғой, сол кезде сен болды, ондай істемеймін дегеннен қайтып не алып шығарасың ондай нәрсені. Сен кім болдың екен, ол? Кім болды екен? Жоқ, мақұл, тағы бір еске түсірейінші сені. Құдай жоқлығын қалай доказать етесің? Құдай жоқлығын қалай доказать етесің? Қалай доказать етемін мен қазір. Давай докажи. Осы тұрған жеріңде. Давай докажи. Ну давай докажи, я тебя слушаю. Тұрған жеріңде қазір мен сені атеист қылып жүрмін. Давай. Сен қай құдайға сенетініңді айтшы маған сразу. Аллахқа сенемін, который превыше всех. Болды. Аллах деген ол выдуманный персонаж. Болды. Может, саған сондай шығар, но маған емес. Давай, докажи, қалай доказать етесің. До, докажи, давай, қалай көрейін. Персонаж жоқ, сен құдайың бәрін білмейді. Қалай білмейді? Менің құдайым сені жаратты ғой сол. Құдай жаратты ғой сол, сенің әке-шешеңдің, сенің жоқ, ол жаратты. Даже ол жаратудың өзін дұрыс істей алмайды сен құдай. Қалай істей алмайды? Доказать етші, қалай істей алмайды? Иә, доказать етейін. Сенің құдайың жердің дөңгелек екенін білмеген. Сенің құдайың жердің дөңгелек екенін білмеген. Құдайның өзі жерді домалақ істегенді, и, короче,
былай айланып Думалак тұрғанның істемеген, бүйрегіне айналады. білмеген. Енді қара, мен саған соны дәлелдеп берейін. Ол білмеген, сөйтіп жерді тегістеп ойлап, күн батыстан шығады, бәріңе бір күнде ақырет келеді деп айтқанда, ол білмегенде бір жақта таң атып жатқанда, екінші жақта күн батып жататынын білмеген. Сөйткенде айтқан бәріңе, ойбай, барлық жер бетіне бірдей батыстан күн шығады, сол күні ақырет болады деген. Ол кезде просто білмегенде күннің айналып бір жақтан батып жатса, екінші жақтан шығып жататынын. Сөйтіп ұра салған, сен соған сеніп жүрсің әлі. Что за тупой вопрос, что за тупой вопрос? Қазір. Болмаса маған Қазақстанда күн батыстан шыққан кезде Американың халқы ұйықтап жатады, олар ақырет болған қаяқтан біледі, маған түсіндірші. Қазір бір минут. Шрамыга, мынау точкадағы көтіңді айырам бар ғой, ұстасаң. Айта бер. Жауап бер деймін сұраққа. Басын айтшы, есіме қалдым. Кешірім сұраймын. Ақырет күні бізде күн батыстан шыққан кезде америкалықтар әлі ұйықтап жатады. Олар қаяқтан біледі ақырет басталған. Сообщение жазасың ба, звондайсың ба? Құранда жазылған нәрсе айтып берейін саған. Құранда жазылған ақырет күні батыстан шығады деді ғой, андай күнді ше. Сол кезде аспаннан бір періште түседі, жерге түспейді. Аспаннан бір періште андай не дейді, бір сүрнай сияқты бірдеңе шалады да. Сол кезде жерде не бар? Ол не шыққаннан кейін ғой, ол күн батыстан шыққаннан кейін. Мен саған оны сұраған жоқпын. Мен саған күн батыстан шыққан туралы сұрап жатырмын. Бізде күн батыстан шықты, сен ойбай ақырет деп айғайлап жатсың, америкалықтарда түн болып ұйықтап жатыр олар. Қалай ақыреттің қаяқтан біледі ақырет басталғанын олар? Мен саған айтып жатырмын ғой, сол енді айтып алайын да. Ол сүрірлеу деген білемін, ол басқа періште ол деген. Басқа періште ол сөз, бұл күн батыстан шығып кеткен соң барып үрлейді ол. Не деп отырсың сен? Мен саған сұраққа жауап берсейін нақты. Сол ғой енді, сондай басталады ғой енді, басын айтайын да. Мен саған айтып жатырмын, күн батыстан шыққан кезде Америкада түн болып жатады. Олар күн ақыреттің басталғанын қалай біледі? Айтшы маған соны. Может, мен саған қазір орысша айтайын, мен саған қазақша онша емес менде. С дозволения Аллаха. Жоқ, с дозволения Аллаха сол күні может бар планета бойынша күн болып тұруы мүмкін, ондай азан болып тұруы мүмкін. С дозволения Аллаха сол күні жер тегіс болады десей, короче. Жер тегіс болады. Конечно. Жер тегіс көрдің ба сен? Сен құдайың жер плоская деп ойлаған. Сен де солай ойлауың керек енді. Ой, блин. Тағы бірдеңе айтшы, мен саған. Тағы бірдеңе айтайын ба? Тағы бірдеңелер айтайын ба? Сенің құдайың заманауи технологияларды білмегенін да, олар болмай нәрселер болатынын. Сен құдайың ақыретте кәдімгі аналогтық қандай екі жағына зат қоятын таразы қолданып жүр ғой ақыретте, білесің бе соны? Осы сөзің үшін қалай жауап бересің білесің ба? Тем более ораза кезінде. Сен жауап берсей енді. Электронный таразы деген болады. Оны вообще таразыға салып жақсы. Зачем? Адам келген кезде таблодан шығара салмайсыңдар ма оны? Таразыға амалдарды қалай салайын деп жүрсіңдер? Bir жағы көтеріліп, бір жағы басады. Ол жерде үлкен таразы болады. Может быть, планета сияқты таразы болатын шығар. Білмейміз ғой бізде. Басыңдар ма? Неғып таразымен өлшеп жүрсіңдер? Электронный форматты өтпейсіңдер? Естісе енді. Планета сияқты таразы болады да, может, бір сөз, ля иляха иллаллах деген сөзің өзі бір қандай ауыр сөз, білесің ба? Таразыда сенің бәрінше ындай, например, бір рет ля иляха иллаллах десең, например, қанша күнә істесең де, сол бір ля иляха иллаллах сенің андай күнәларыңды, бастасауы мүмкін. Пока не поздно, кешірім сұра алмадың. Сондай нәрсеге қалай сенесіңдер? Ол бір жағынан сөзің басып өтеді, екінші жағынан сен сонда қарап тұрасың ба, таразыға қарап тұрасың ба, сен отчет алып жатқан кезде? Конечно, қарап тұрасың ғой. Қазір бір минут. Исмаил, есімің қандай? Ислам мындай отыр да? Бір мезетте бәріңнен періштелерді неғып артық жұмысқа салып жүрсіңдер онда, олардың керегі де жоқ қой. Мақыл, онда тоқта, мақыл. Андай ақыретке сенбейтін екенсің. А что тогда? Ақыретке қалай сенесің? Ақыретке айтшы. Мақыл енді, жоқ, давай я тебе расскажу. Марвел ғой сенде? Егер сенбесең соған, неге онда исламский нәрседен андай, сол исламский Құранда жазылған нәрсені айтып жатсың? Сенбейсің ғой, неғып?
айтып атсаң оны. Жоқ, мен саған айтып жатырмын, түсіндіріп жатырмын саған. Сен Құдай деп жүргенде сол заманның адамдары айтқан, себебі олар білмеген көп нәрсені. Құдайың болса, Құдайың бәрін білетін еді ғой, ондайларды допускать етпейтін еді ғой. Енді Сонда түсінбей жатсың ба? У всех мышление Сен білесің ба? разное. Нені білемін ба? Яжж қазір шығатын болса, садақпен жүретін білесің бе? Яжж садақпен жүретін білесің бе? Қазір шығатын болса. ол Құран жазылған сонда. Ертең шықса да садақпен жүре ме сонда олар? Жоқ енді. Сен ойлашы, садақпен яжж шығып, садақпен сені жаулап ала ма сонда? Жоқ енді біз кәдімгі садақ емес шығар, олардың басқаша болуы мүмкін олардың садақтары. Білмеймін, қандай садақ ол? Рэмбоның қандай астында ракетасы бар? Порох та жоқ қой ол заманда. Оны Ескендір Зұлқарнайын апарып қамап тастаған. Ескендір Зұлқарнайын заманында не қылған садақ ол? Кәдімгі простой садақтар ғой. Енді сонда Ескендір Зұлқарнайын кәдімгі простой садақтарымен, простой қылыш найзамен жеңген нені яжж мәжжді біз сонда ядерный арсеналмен жеңе алмайды деп ойлайсың ба? Сол ядерный оружиең бар ғой. Короче, бар ғой, если Құдай қаласа, ол да істемей қалады сол кезде. Құдай онда бізге емес, яжж мәжжге жақта. Құдай сонда яжж мәжжге сол жаққа жақтасып отыр ма, бізге емес? Қалай ол? Бізге емес, яжж мәжжге жақтасып отыр ма сонда Құдай? Есімің кім еді? Не деп жатқан өзім? Құдай не ол жақ, Құдай біздікін істетпей тастап ол жаққа жақтаса ма сонда, ар жаққа? Зачем ондай нәрсе ол? Бізді жек көреді негізі Құдайшы. Сенің Құдайың бізді жек көреді. Сенің Құдайың бізді жек көреді. Бізді азаптағысы келеді. Жоқ, ондай емес. Азаптағысы келеді, подставить еткісі келеді. Құранда жазылған, Құранда я буду таким, какой считает мой раб деп айтқан. Сен қалай Құдайдың ұқсайсың? Құдай бізді подставить еткісі келеді, ылғи. Чтобы азаптау үшін де ол азаптағысы келеді. Азаптау үшін емес. Ылғи подставить етеді. Ол білесің ба, бар ғой аяттар. Егер адамдар аят деппін ғой, хадистер бар. Егер адамдар күнә жасамайтын болғанда, мен басқа күнә жасайтын қауым жаратар едім деп. Құдайға бір жерде қызық керек болып тұр. Ол азаптағысы, көрдің бе, оған күнә жасамайтындар керек емес, оған азаптау керек. Құдай, например, біз күнә жасаймыз да, егер күнә жасамайтын болсақ, адам андай высокомерный болып кетеді. Адам Құдай күнә істеп, андай қалай болмайсың. Мен саған бірдеңе айтайын. Короче, ол достоверный хадистен келіп жатыр. Короче, бір күні екі адам болған екен. Біреуі намаз оқитын болған екен, біреуі андай ішетін адам болған екен. И сол кезде сол ішетін адам, короче, ішіп тұрып, Құдай кешір деп айтатын екен. И намаз оқитын адам высокомерный болған екен, күнә жасамайтын екен. Әділетсіздік вообще. Ондай хадистердің бәрі. Давай доскажу тебе до конца. Харам ішіп жүріп сен высокомерный болмадың деп сон. Не? Жоқ, например, ұйқаспайды анда. Ой. Мақыл тағы бірдеңе айтшы, саған доказать берейін. Анда ұйқаспайды. Мақыл сен білсең, көрсе жас емессің ғой. Жоқ, қалай сенесің сен оған? Қараш, сен намаз оқып жүрсің, сонда сен арақ ішіп жүрген біреуден төмен боласың ба? Сонда намаз оқымай арақ ішіп жүрген біреуден? Мен саған былай айтайын. Жоқ, ести енді. Мен саған былай айтайын. Мен намаз оқимын деп мақтанбаймын. Құдайға шүкір, Құдай менің тура жолға салғанына рахмет. Но мен намаз оқып тұрып ертең білмеймін, қандайға не дейді, арайға кіремін ба, кірмеймін ба? Если Алланың қалауымен кірсем, Құдай қаласа деген сияқты. Жоқ, пайғамбарлардың да тәкаппар болған ғой, мысалы пайғамбар. Пайғамбар тәкаппар болмаған. Тәкаппар болған. Ең жақсы, ең идеальный человек. Әйтпесе маған салауат айтыңдар деп неғып айта береді осы? Ол айтпау керек қой деп. Жоқ, салауат деген Құдайдың жанына өзің қосып, неге ол салауат айтқызады сонда? Ол неге? Ол егер қарапайым адам өте тәкаппар емес болатын болса, ол айтпай ма? Алла тағала, мен сенімен есімін қатар айтуға лайық емеспін. Маған ешқандай салауат керек емес. Менің атымды атамай-ақ қойыңдар болды деп жету керек та. Ол наоборот, пайғамбарларың мені ата-аналарымнан артық жақсы көріңдер, маған салауат айтыңдар. Ата-анаңды алдын көп жақсы көр демеген, ата-анаңнан көп жақсы көр. Ата-анаңнан артық жақсы көр деген бар. Сахих хадис. Ондай жоқ, қаны, тауып берші маған. Сахих хадис бар. Сахих хадис бар. Қазір жаз өзің. Ондай жоқ.
бар. Даже Құранда аятында келеді. Артық жақсы көруің керек сен пайғамбарыңды, ата-анаңнан. Ол өзін мақтата берген ғой. Мені мақтаңдар, мені жақсы көріңдер. Мен үшін әлем жаралған, әлемнің нұры деп бәрін өзін мақтата берген, мақтай берген. Алла тағала. Например, мен саған айтайын. Мен саған айтайын. Например, салауат айтсаң, сенің бір күнәң кешіріледі. Неге күнәң кешірілу керек? Сен Құдайды мақтасаң, жоқ, Құдайды мақтасаң жарайды, өзің проблема жоқ. Сен какой-то өзің сияқты бір адамды мақтап, сен күнәң қалай кешіріледі сонда? Неге ол особый статусқа шығып алған Құдайдың жанына? Ертең сен үшін ол қиямет күні сен үшін кешірім сұрайды Алладан. Ой, сұрамай-ақ қойсын. Неге сұрайды? Ол кешірім сұрамай, ол емес қой кешірім алып беретін, Алланың өзі болу керек бұл жерде. Не ол ортада тұрып алып? Құдай сонда Аллахқа влиять ететін біреу болып тұр ма ол? Сенің орнына кешірім сұрайды. Жоқ, Құдай сонда сені тыңдамай, пайғамбарын тыңдай ма, сені тыңдамай ма сонда Құдай? Я, конечно, если бізден артық жақсы көреді пайғамбарды, білесің ме сен оны? Ол дұрыс емес қой Құдай, ол неге барлық құлдары бірдей жақсы көрмейді? Ол әдейі жақсы көру үшін жаратып алған ғой оны. Білді ғой соны жақсы көру үшін. Соны жақсы көру үшін жаратып алып. И сені одан төмен көру үшін жаратты мысалы. Сен бейшарасың. Сенің кінәң жоқ, бірақ бейшара болуыңда. Себебі Құдай солай қалады. Бәрімізден артық жақсы көреді Мұхаммед пайғамбарды білсең егер. Бірақ енді қарашы, мынандай парадокс бар. Мені Құдай бәріңнен артық жақсы көреді деген әңгімені айтқан, сол пайғамбарымның өзі емес пе? Басынан түсінбей қалдым. Мені Құдай тағала бәріңнен артық жақсы көреді деген айтқан сенің пайғамбарыңның өзі емес пе? Ол не деген тәкаппарлық бұл? Ондай айтпаған, ондай сөз айтпаған, но сондай өзі Олай айтпаса сен қақтан білесің Құдайдың оны бәріңнен артық жақсы көреді? Если сен оқысай, хадистерді оқысай, былай айтқан, я буду таким, какой будет считать мой раб дегенде, сосын бәріңнен көрі Мұхаммедті жақсы көремін деп айтқан. Андай адам енді осылай Құдай осылай айтты деп саған жеткізіп отқан пайғамбардың өзі емес пе? Дұрыс қой енді, өзінің айтып жатыр. Дұрыс қой енді, ол демек ол өзі айтып жатыр. Мені өзі ойлап таппай жатыр ғой ол. Мені Құдай тағала бәріңнен артық жақсы көремін деп айтты деп соған қалай сенесің? Өзін өзі мақтап жатыр. Өзін өзі мақтап, өзін өзі жоғары қойып алып жатыр да. Одан кейін давай өзіңді мақтамайсың ба не? Жоқ, мен өйтіп бағана сен өзің мақтап отқан едің ғой. Жоқ, бағана өзіңді сен мақтап отқан едің ғой. Жоқ, мен өйтіп мақтап отқан жоқпын. Мен ондай мақтанмен айналысып отқан жоқпын. Бірақ сендер тағы бірдеңе айтшы, мен саған доказайын. Ой, сен барды. Мен саған Құран оқышы бар. Құран оқы, хадис оқы, білім ал, не қыла бермесей. Босқа уақытын кетіре бермесей. Так, қыздар, арулар, асыл жандар, шуақ көп шашылғандар деген тақпақ айтып жүрді ғой баяғыда. Қалай еді? Арулар, асыл жандар, ардақтылар, қалай еді? Тақпақ айтып жүрді ғой мектепте. Тірліктің қалай еді? Қалмақ бұлар, арулар тіршілікке кіре тамыр, өмірді бір өмірге жалғап тұрар ма? Солай еді ғой. Қоймайым, мен айтам оны. Кеше айтқан тақпағымды қайттан айтып берейін ба? Онда. Кеше айтқан тақпағым қайттан айтып берейін ба? Әйелдер туралы. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең өзіңді әйелге барып дәлелде. Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы. Мықтымын деген талайдың әйелден болған ажалы.
иә, Жүрсін Ерманның өлеңі ғой. Сырыңды соған ашасың, мауқыңды содан басасың. Әлемнің мәні әйелдер, әйелдер мәңгі жасасын деген ба, сондай өлеңі. Ей, оңай, дұрыстап жаттап алу керек. Әйелдер перияттың гитті алуы. Иә, бір өлімнен қалды ол да. Деген. Мен қазақ қыздарай қайран қалам деген ән бар еді. Жаны жалдай жайраңдаған қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам деген. Так. Ай, білмеймін оны, что-то бастағым келмей қалды. Айнып қалдым. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған. Дарвин әйелдерді недоразвитый бірдеңе деп айтқан дейді. Я оттамасын о Дарвин. Көп сөйлей бермесін о. Атеист қосмен дейді. Лайк басып отырыңдар. Соқыр сендердегі не жазып жатсыңдар, не? В чем проблема, десе, в чем проблема? Ахкеси, в чем проблема? Ахкеси, в чем проблема? Қыздарды қосшы дейді. Қыздар жоқ қой. Қыздар жоқ. Болса қосатын едім. Қыздар келмейді бізге. Оразадамыз, иә, оразадамыз. Рахмет, жамағат. Не болды, деймі? Декең етік не болды? Оқып. Жүрмін шешу үшін дейді. Көктен гүлім, көңіл назым, көк ораймен шағын жазым. Күмбірлетіп күй тоқытқан, сағындырған қара жазым.
Әйел еркекті өлтіру үшін жаралған рас па дейді. Жоқ. Я сегодня вернул контрафактную колу дейді. Так. Қалайсың дейді. Қалай ю деп. Микс амандасулар кетіп отыр ғой. Не хабар дейді. 我们记 сол сөзін жаттау керек еді, ұят болды соны ше. сөзін жаттамағансың ғой. 我们记 Так, айтпақшы, мен историяма бүгін деректі фильмді салдым, көрдіңдер ма, көрмедіңдер ма? Алиханды татар молдалар кәпір деген Алаш және дін сериясындағы деректі фильм шықты. Ютубта тұр, историямда тұр, скриндап шығарып қойдым. Ютубтан тауып алыңдар, көріңдер. Сұлтанхан Аққұлы, Мәмбет Қойгелді деген мықты алаштанушылар сол жерде айтқан, өздерінің пікірлерін айтқан, Алиханның қандай ойлары туралы, Алиханның газеттерге шыққан мақалалары туралы жалпы айтқан. Дінге қатысты мәселеде қандай пікір білдіргендігі. Бұл қажет дер кезінде шыққан. Кешегі Рүстем деген жігітке 1000 алғыс. Дәл қазіргі дер кезінде шыққан материал болды. Сондықтан да уақыт жоқ дейді. Қойшы Данте. Демалыс қой бүгіне. Қалай уақыт жоқ? 40 минут деректі фильм. 40 минут қой деректі фильм. Уақыт жоқ емес дейма. Гүл сатып атсың ба еле? Гүлмен торт сатып тұрған жоқсың ба? Көріңдер. Молда деген өзі, негізі қазақтың әңгімелерінде молда деген бір оң жағымды кейіпкер емес қой. Жағымды кейіпкер емес қой. 我们记 de Samsan 不保养的人呀 Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. 我们记 Неге Құдай жоқ деп қойғансың Ысқақ? Құдай деген адам санасынан туған кейіпкер ғана ғой. Неге? Солай. Сен енді ораза ұстап жүрсің бе енді? Арасында, иә. Кім үшін ұстап жүрсің оразаны? Өзім үшін. Неге өзің үшін ұстайсың? Қай жағына? Жай? Жұрттан қалмайын деп. Жұрттан не үшін ұстап жүрсің? Білмеймін әйтеуір. Қазақ айтқан ғой, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен жүріп адас деген. Дұрыс қой, СССР кезінен қазақтың солай миын сөйтіп уландырған, исламға қарсы шығып үшін. Дұрыс па? Жалғыз жүрмейін деп көппен көрген ұлттық дейді. Руын кім, руын? Найман. Наймансың ба? Біздің батыр бабамыз Жамбыл Жабаевтың өзі Сталиннің алдында тұрып намаз оққан жоқ па? Сонда ол жай оқыды ма не? Сталиннің алдында тұрып намаз оққан? Сталин сол кезде СССР кезінде запрет берді ғой. Кім намаз оқиды, бәленше, үйтем, бүйтем деген сияқты.
Сонда жамбыл жабайып тұрып қорықпай алды. Шоқан кімнің қазір саған бар ғой? Кімнің? Мұхтар Шахановтың жамбыл туралы сөзін айтсам, қазір ренжіп қаласың ғой. Жоқ, айта бер. Несін ренжисің? Мұхтар Шаханов айтады. Жамбыл Сталиннің туфлиін жылтыратып жалаған кісі дейді. Мұхтар Шаханов айтады. Сөйтіп айтады. Енді мен оның сөзіне қосыламын деген сөз, бірақ сондай деп айтады. Өйткені Сталинді өте көп мақтап өлең жазған кісі ғой, енді мақтай берген. Енді ол заманның адамын мен сынап ештеңе дей алмаймын, себебі ол кезде Сталинді мақтамасаң да қиын ғой, енді өлімнен өлгенше тірі жүрген жақсырақ қой қанша дегенмен. Дұрыс. Енді өз заманының адамдары ғой, бірақ сондай несі болды да деймін де, ол Сталиннің алдында намаз оқыды деген не авторитет, не нәрсе деймін де, ол жалпы. Рас па сол? Рас болса не үшін? Мен жаңағы намаз оқыды деген сөзім ол Құдай бар, міне мен қорықпай сенен. Құдайдан қорқып намаз оқып тұрмын дегенді айтқан ғой. Жоқ. Сталиннен қорықпайтын болса, анау репрессияға кеткен миллиондаған адамдардың несі үшін бір ауыз сөз айтатын еді ғой. Құдайдан Сталиннен қорықты ғой негізі адамдар, негізі ол заманда Құдайдан емес Сталиннен қорықты ғой шыны керек. Әйтпесе 20 миллионнан астам адамды қуғын-сүргінге ұшыратып, қырып жойып жүрген кезде ешкім ештеңе демеді ғой сол заманда. Просто сен үшін мына жерде күйем да, сен өзің жарайды мақұл да, өзің сенбесең да, сен мына жерде 40 мың подписчикті уландырып отырсың ғой адамдарды. Құдай жоқ, улау демейді оны. Олар сен артынан кетеді ғой ертең. Кетпейді, сен кеткен жоқсың ғой. Неге ашасың? Сен кеткен жоқсың ғой. Жоқ, мына жерде оқып отырмын ғой, кеткендер кәдімгідей артынан кетіп отыр ғой. Сөзімді сөйлеп. Сен неге кетпейсің, жарайды, саған мысалмен түсіндірейін. Давай деп. Мен өйткені сенемін Құдайға. Мен Құдайға сенемін. Сенің өйткені өзіңнің басың ойың бар, иә, дұрыс па? Бәрінің өз ойы басы бар. Иә, сенің өзіңнің басың бар, сенің өзіңнің пікірің бар. Сен мен айтты екен деп, сен өзің еріп кетпейсің, дұрыс па? Жоқ, сен жарайды, не үшін қорықпайтын өстіп жазып. Тыңдаса, енді кеп қалдыққа тыңда. Сен дұрыс, сен өзіңнің ойы бар, пікірі бар, ересек адамсың. Сен мен айтты екен деп еріп кетпейсің сен. Енді басқа адамдардың неге өзінің ойы, пікірі жоқ деп ойлайсың сен, олар еріп кете беретін? Олар сенен ақсақтау ма, или? Жоқ, мен мына жерде оқып отырмын ғой олардың нелерін. Дұрыс қой, енді ол адамдарды тура сен сияқты ойланып, өздері шешім қабылдап солай келген адамдар ғой, олар менің нем емес. Олар ақпарат алған, тыңдаған, сосын өздері ойланған, саралаған, сөйтіп шешімге келген. Сен қалай Құдай бар деп шешімге келсең, олар да Құдай жоқ деп шешімге келген. Сен естіген нәрсені олар да естіп жүр ғой. Зомби деп жазылып жатыр мына жерде. Сен естіген нәрсені олар да естіп жүр. Уланбай болды ғой, өзі не бар дейді. Атеисттер, ай Алла сендерге сабыр берсін, сана берсін. Сана бермесе ала берсін, не дейін енді? Жоқ, сана берген бәрімізге, бірақ сол сананы, сана берген, сол сананы сен қолданбай жатсың ғой. Құдайға сенбейтіндер шошқа жейді ғой. Шошқа жейді ме? Жейді ғой. Дейтін шығар. Жоқ, шошқа жейміз, не проблема? Ас болсын дейсің, не дейсің енді? Шошқада не бар? Сен шошқаны, мысалы, сен шошқаны жемейсің, бірақ оны не үшін жемейтініңді білесің ба, или просто солай айтты екен деп жемей жүрсің ба? Шошқа не жейтінін білесің ба сен өзі? Шошқа газы бар ғой, сойып сен етін жесе, сен етін жейді. Шошқа не? Дұрыс, конечно, сені, мақсат, сені мен қамап қойып бар ғой, жейтін түк қалдырмай, бауырыңды сойып берсем, өлмес үшін сен де жейсің ғой, дұрыс тамақ берсең, дұрыс тамақ жейді ол. Жоқ, олар біліп тұрып жейді ғой, саналарын біліп тұрып олар. Сен де біліп тұрып жейсің, мен сені төрт қабырғаға қамап, сен өлген бауырыңды сойып беретін болсам, сен де өлмес үшін жейсің, қайда барасың сен де? Ол өлмес үшін емес, просто так жей салады деп тұрмын ғой мен саған, дұрыс па? Енді сен всеядный жануарға, сен адам да всеядный жануар. Естілмей қалдың. Сен соған
Көрінген нәрсені бере берсең жейді ғой ол. Оған дұрыс тамақ берсең, ол дұрыс нәрсе жейді. Единственное животное, которое органы, как человек. Сиыр мысалы неге ет жемейді мысалы? Себебі сиыр всеядный емес. Шошқа ол всеядный болса, мысалы жей береді ол. Ал шошқа Адал емес, ол арам просто ол жемейді ол. Қашан ол сен жемейді ол. біздің ата бабамыз даже планда болмаған кезде бәленбай жыл бұрын айтып кеткен ғой пайғамбарымыз. Қасқырды қамап тастап алдына шөп салсаң жей ма қасқыр? Білмеймін, байлап көрмеппін. Ол арамдығынан емес қой, ол просто жей алмайды ғой ол шөпті. Сиырды егер жей алатын болса, жейтін еді сен етіңді қойып берсең алдына. Жей алмайды ол просто. Шошқа жей алатын болсын, жей береді ол. Сиыр неге жей алмайды? Енді ол шөп қоректі ғой ол, шөп қоректі. Шошқа ет қоректі ма не? Шошқа жей беретін болып тұр ғой, ол всеядный болып тұр ол. Вот именно сондайды жеп тұр всеядный. Сен сонда жейсің ба не шошқаны? Енді сені оны всеядный қылып, соның бәрін жейтін қылып жаратқан Құдайыңа ренжімейсің ба, шошқаға неге ренжисің? Енді жаратып қойып айтқан жоқ па? Өстіп осындай харам анау. Шошқаға сонда Құдай сені бәрін жейтін қылып жаратқан екен, енді сен ет жеме деп шошқаға айта аласың ба? Шошқаны сондай қылып жаратқан сен Құдайың емес пе, Құдайға ренжімейсің ба сен? Дұрыс қой, Құдай білесің ба шошқаны кім үшін жаратқан? Сен сияқтылар үшін жаратқан ғой. Сонда шошқа бұл жерде просто Алхамдулилlah бар ғой. Мен айтып арам емес, адал тамақ жеп жүрмесе. Кінәсі жоқ шошқаны неменеге онда арам қылып жаратты оны? Сен сияқты бейшаралар шошқаны жеп жүргендер. Сосын коронавирус Шошқаның кінәсі жоқ қой, мақсат бұл жерде. Құдай бұл жерде подставить етіп отыр шошқаны. Сен неге Құдай жоқ деп шештің, өзі пікіріңді айтшы ма? Енді осындай әңгімелер айтқан Құдайды қалай бар деп айтасың? Өзі шошқаны жаратып алып, өзі оны бәрі жейтін қылып алып, одан кейін бұл арам жемеңдер деп сендерге әңгіме айтып жатыр да. Шошқаны кім жаратты сонда? Енді қара. Шошқаның не кінәсі бар бұл жерде? Адамдар бар кейбір, шошқадан да жаман нәрсе жасайтын, дұрыс па? Соған да ренжисің ба не сен сонда? Әр адам әр түрлі дедің ғой өзің, дұрыс па? Сен сенесің, біреу сенбейді. Мысалы сен жейсің, біреу жемейді. Бізге анық кітапқа жазып жіберген. Неге жеуге болмайды? Шошқаны неге жеуге болмайтынын түсіндірші маған. Шошқаны неге жеуге болмайтынын түсіндірші. Білесің ба, Алла не үшін бізге шошқа жеме деп айтқан мұсылмандарға? Не үшін жеме деген? Вот не үшін. Вот не үшін сен білуің керексің ғой. Мен білемін оны, сендер білмейсіңдер бірақ. Айтса енді. Өз версияңды айтсаң. Құран оқымайсыңдар. Өз версияң емес, оның версиясы Құранда бар, сендер Құран оқымағансыңдар да. Сен Құран оқисың ба? Конечно оқимыз. Неге Құдай жоқ деп отырсың онда? Құранды кім жазған білесің ба? Сендер ұялмайсыңдар ма осы? Мен не үшін оқитынымды айтайын ба? Сендерді ұялту үшін оқимын. Ал айтшы не үшін? Сендерді ұялтып, Құран оқуға мотивация беру үшін оқимын мен соны. Біз неге ұялмаймыз? Сен неге ұялмайсың? Атеисттің өзі Құран оқып жатқан кезде мұсылман басыммен не қараға отырмын деп сен қазір тиктокты жауып телефонды лақтырып жіберіп, дәретіңді алып қазір Құранды құшақтап таңға дейін жатуың керек қазір сен. Мына сәтте ше, ұяттан өртенуің керек сен. Сен айтты деп па? Жоқ, мен айтты деп емес. Ұяттан өртеніп кетуің керек. Мен әлемдердің Раббысы түсірген Құранды мен оқымаймын, какой-то бір атеист оқиды екен. Мынау не деген күйік деп телефонды өшіріп лақтырып жібересің да қазір шығасың да дәретіңді алып келіп Құраныңды алып таңға дейін. Ой құділе, біліп тұрсың да, Құдай бар екен, сезіп тұрсың ше, ішінен қорқып тұрсың ше, осы подписчик өліп бара жатсың, иә? Подписчиктен ақша түспейді. Еще ораза ұстаймын дейсің. Мақсат, неге жаман жағын көресің, неге сен жақсы жағын көрмейсің? Енді қай жағынан жақсы жағынан көрейін, сен Құдай жоқ деп мына жерде адамдарды саған мотивация бер. Мен айтып отырмын, саған бұл мотивация. Атеисттер Құран оқып отқанда сен оқымағаның ұят болады. Ал оқышы атеист көрейін. Сен өзің оқуың керек бұл жерде. Сен оқысаң, мен ұялам дейсің ғой. Мен ұялайын, сен оқысай. Құранда бір қауымдарды шошқаға, бір қауымдарды маймылға айналдырып жүрген туралы аяттар бар, білесің ба соны? Иә, вот прекрасно біліп отырсың ғой сен. Міне соны білуің керек сен. Қалай сен атеист болып отырсың енді? Соны оқыған соң атеист болып кетесің өзі. Сен оқымай жүрсің. Неге? Оқуың керек. Қазір оқысаң атеист болып кетесің. Жын бәлелер жоқ, чтоб сен азғыратындай десең, нәпсіне өзіңнің ақымақтық іс-қимыл емес. Мен сені просто аяп отырмын да, бауырым.
мына жерде қазір Жоқ, өстіп мен смело сені сөйлеп аяп отырсың отырмын. тыңдасай смело Мен сөйлеп сені отырсың мына мен сені жерде аяп отырмын. қаншама адамдар мен аямай ақ қой мен саған ақиқатты айтып отырмын ғой Жоқ, ертең мақсат ақиқат болғанда былай. Мынандай болу керек. Сана деген сен санаң бар ғой. Сен санаң бар, өзіңе берілген ақпаратқа аналитика жасап, сосын барып ол туралы қорытынды жасауың керек. Саған мысалы арабтар келіп, еврейлерді жек көр десе, сен оны жек көріп кетпеуің керек. Сен айтуың керек, мен не үшін жек көруім керек? Еврейлер неменеге жек көремін? Мен еврей танымаймын да мысалы. Айдалада жүрген еврейлер бірде-біреуін көрмеппін да даже. Маған еш зияны тиген емес. Мен неменеге жек көруім керек деп сен айтуың керек. ол при чем тут мына жерде қай мақсатпен айтып отырсың түсінбедім при чем тут еврей арабтар мына жерде мен сені түсінбеймін не оларды Жоқ, енді сен еврей қазір мысалы сен ойланбай еврейлерді жек көріп кеттің ба, жоқ па, соны анықтайық та. Еврейлерді жек көресің ба? жоқ мен саған еврейлерді жек көремін деп айттым ба мен саған айттым ғой сен атеистсің деп Мен сен сұрап жатырмын ғой, енді соны сен сұрап жатрсың ба жек көресің ба? жоқ не үшін жек көруім керек Қазақ па еврей ма? бұл қазақ Жек көрмейсің ба? жоқ ол саған маған бізге не істеді айтшы Молодец екенсің, красавчик. Еврейлерді жек көрдің ба? бір жағынан мен оларды қолдамаймын еврейлерді ше өйткені олар нағыз атеисттің отаны Атеист емес, олар құдайға сенеді. сенбейді олар Сенеді, иудаилер олар деген құдайға сенеді да, мықты сенеді олар. кезінде сен сияқты болып ойбай аға көке деп кіріп алған ғой Қазақстанға сен сияқты мен мысалы сен қарақалпақ болсаң да сен мысалы қарақалпақ или жоңғар болсаң еврей сияқты мысалға келтіріп отырмын ойбай аға көке деп жерімізге кіріп алып ертең басып соғыс ашсаң вот сондай кезде қалай жек көрмейсің Мақсат, сен аға көке деп емес. Аға көке деп емес, қазір сен жалынсаң да саған Израильдің азаматтығын бермейді, сен жолатпайды. Израиль деген қазір дамып кеткен мемлекет, Қазақстаннан 100 есе артық олар. Барлық жағы, медицинасы бәрі дамып кеткен. Сен қазір Израильді армандасаң да жетіп алмайсың, виза алмасаң кіргізбейді сені. Кім-кімнің есігіне баратын заман қазір. Қарасай, еврейлерді ойласайшы сен. мына жерде сен қауым біраз жинап алғансың ғой, өз діндері туралы дым білмей. Израильский паспорт деген әлемде Израиль шошқа ням дейді. Мына жерде адамдардың жақсы жазып жатқан адамдар азау мына жерде. Көрдің ба сен? Ол енді адасқандар ғой ол. Ысқақ, сен осы адамдарды адастырып өз артынан алып бара жатсың. Ертең қабірге барғанда емес, олардың өзінің басы бар қума болмайсың. Сен сонда тоқташы, Ысқақ ертең өлген кезде ана жақта өмір жоқ деп ойлап тұрсың ба әлде бұларға шапағатшы ғой? Ол адамдардың өзінің басы бар, тура сен сияқты олар адамдар. Енді сен азғырып отырсың ғой мына кезде, Құдай жоқ деп азғырып отырсың. Олар саған сеніп отыр мына жерде. Азғырып отқан жоқ, маған сеніп отқан жоқ олар. Өздері ойланатын адамдар. Неге сондай ораза ұстап жүр еще өздері ше? Еще саған сенеді, түсінбеймін. Енді сене ма сенбей ма қақтан білесің, олар мені үйреткен адамдар шығар. Менен мықты білетіндер шығар ол қайдан. Кітап оқы дейді. Ондай қатты асып бара жатқан білім жоқ, бірақ жүрегім менің білет та, сезет та, санам білет кішкентай кезімнен Құдай бар деп бізді өсірген. Соған шүкір да, мұсылман болып туғанымызға. Оған шүкір етпеу керек. Мұсылман болып туғаныңа шүкір етсең сен басқаларды. Жоқ, басқаларды кемсіткен боласың ғой сен. Мақсат, мұсылман болып туғаныңа шүкір етсең сен басқаларды кемсіткен боласың ғой. Кемсітіп отқан жоқпын, мен өзім жайлы айтып отқаным ғой мына жерде. Қарашы, мен ғана айтып отыр ғой. Мен айтып отыр ғой, оқымағансың деп. Сен Құдайға, Мақсат, сен Құдайға сонда мұсылман болып туғаныңа шүкір ететін болсаң, мұсылман отбасында тумай қалғандар Құдайға қарғыс айту керек па, не істеу керек олар? Қарғыс айтпайды ғой. Мына жерде отқан. Тұра тұрсайшы, мына жерде отқан мұсылман емес, қазақ емес адамдар отыр ма? Неғыласың комментарий тасташы. Енді олар сені қолдап саған повезло, сен мұсылман отбасында туып қапсың, жарайды. Енді біреу христиан, біреу буддистің отбасында туып қапты. Олар не, бейшаралар ма? Оларға не повезло ма? Оларға жолы болмай қалғандар ма? Олар сонда жолы болмай қалған бейшаралар ма олар? Әркім туылған кезде әркімге өзінің выборын береді ғой. Қалай выбор болады сені кішкентай? Сені миың қатпай қалған жерден. Қазір 21 ғасыр тем более. Әй, Мақсат, сені бар ғой, миың қатпай қалған жерден. Мақсат, сені миың қатпай, туа сағаныңнан алып, буддистердің ортасына апарып, буддист тәрбиелейтін болса, сен никогда миың ашып қалады сен туғаннан бастап. Мұсылман деген нәрсені уже қабылдамай қаласың. Сенікі қойшы, мына жерде адамдардың, подписчиктердің бәрі сені қолдап отыр ғой.
Неге қолдап отыр? Сен бала кезіңмен бір дінмен миыңды шая берсе, кейін басқа дінге қалай өтесің сен? Қиын болады. Сен қай діндесің? Біз дінде жоқпыз. Енді кімге сенесің? Біз дінде жоқпыз. Отқа сенесің ба, Біз күнге ешкімге сенесің? сенбейміз. Ешкімге сенбейміз біз. Ысқақ ұстаз ғой дейді. Қайдағы ұстаз ол? Атеист, зомби дейді. Ұстаздық еткен жалықпас. Екенін де білмейсіңдер ше, зомбидің. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген. Біз атеист Ақырын қазақпыз жүріп деп анықпас. жазып отыр. Мен ше, Ақырын жүріп анықпас. ше. Мақсат, комментариймен сөйлесе бермеші, мақсат не болды тегі? Иә, айтайық. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген. Сен де ұстаз бол. Сен сияқтыларға айтқан ғой? Саналарын оятсын деп. Дұрыс. Неге сен енді адамдар бүйтіп улап атсын, мен сені сосын ана жердегі комментарийде қаншама адам отыр, 500 ше. Араб гүлді, саған ұнамайтын араб гүл деген. Саған ұнамайтын нәрсенің бәрі болады. Мемлекетке барлық адамға берілген дүние ғой. Оқыңдар деп. Ай, Мақсатбек, қан іштің ғой комментариймен сөйлесіп. Астында отыра берші сөйлесіп комментариймен. Жоғары шығып, бірдеңе айтайын десең комментариймен общение ұстап отыр. Астында отырып жаза берші комментарийдағыларға. Бірдеңе айтып жатсам, комментарийға жауап беріп отыр. Мен не деймін, домбырам не дейді. Кеттік, дот ойнайық дейді. Бәрі дот ойнағым келіп тұр шынымен. Бірақ уже ұмытып қалдым мен дота ойнап. Кнопкаларды қалай, раскладты қалай қойғанымды ұмытып қалдым мен уже. Қай скиллдар, қай айтымдар қай жерде тұрғанын да білмеймін даже. Отырып андай мышечный памятьпен қайтармасам. Кэс дейді. Ой, кэстен кәдімгі сильверді де ойнай алмаймын ғой. Шығып алып, жарты минуттан кейін ататын шығармын қазір. Дота күшті ойын ғой, конечно. 2 ғой, 2. Дота 2. Бұл ақиқат. FIFA 25 ойнайық дейді. FIFA-ға жоқпын. Атеист қос дейді. Өзіге волейбол қызығасың ба дейді. Көруге қызығам. Ойнағанда тек қана как пасовщик сияқты ойнай алам. Пасовщик бола алам. Пастар бере алам. Не ойнай алмаймын? Құра алмаймын. Пас бере алам. Көрем волейбол. Жақсы көрем көруге. Козерайт дейді. Не ол? Козерайт. Лайк басып отырыңдар, Лайк басып отырыңдар, жамағат. Өзіміздің жамағатымен қоспаймын қазір. Только новый адамдарды ғана қосамын. Футболка бар. РРР деген аккаунтқа жазыңдар. РРР деген аккаунтқа жазсаңдар, футболка бар, толстовка, свитшоттар, сондай нәрселер бар, свитерлар бар, сумкалар бар даже. Көріңдер. Ешқандай жаңалық жоқ, тыныш. Аққуды қос дейді. Қайсы? Дараң, 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 дара, 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 дараң, дара, 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 дараң. Мен КМС 1970 деймін.
Скидка бар ма дейді. Скидка жоқ, өзі арзан ол. Мен қатысым жоқ ол жерге. Мен ол жерде материалында, несінде, ештеңесінде білмеймін. Шебермен саудаласпайды, сол үшін ол жерде жасап жатқан адамдармен саудаласпаңдар. Шалғайдан келіп сені іздедім, сондай нендей сезім, кінәлі. Слава Христу дейді. Аққуды қаз деп не айтып отырсыңдар? Айғайра. Ямаға түсіп кеттім. Бірдеңесі ұшып кетті ғой деймін, ё-мае. Ходовкам өлетін болды. Ямаға түсіп кеттім. Кеше біреу айтып еді, ямаға түскенің ничего, сен тозаққа түсесің деп айтқан маған. Кеше біреу сөйтіп жазып еді комментарийда, базар жоқ. Ямаға түскен ничего дейді, тозаққа түсесің дейді. Өстіп айтқан бір кісі. Небір айтқыштары бар, әзілді өлтіреді. Кафе, ресторандардың айналасының бәрі толы адам. Толы машина. Жұрттың бәрі тойлап жатыр. Марға жетпесе. Кілең подголошниктер дейді. Ана, Тұран деген кісі бар екен ғой Атырау жақта, Ойбай. Мона Лиза дейді. Ойбай, шошыттың ғой, ё-мае. Hello, пага. Мона Лиза басқа біреу екен десең. Ана, Грудхорд деген тазы бар дей ма? Тазы келді дей ма? Грудхорд па қандай еді? Таз деген, мынау ана қоян шай ішіп отырған кезде үстінен түсіп бірге шай ішеді дей ма? Сондай дейді. Грудхорд еді, қандай таз еді? Грейхаунд. Әйтеуір сол кісінің дауысы өтеді негізі. Атеист қосмен болды. Қайттан запрос жіберіңдер, давайте. Нұрекеңнен бастайын. Тея, рахмет, Тея. Thank you very much. I really appreciate. Естіліп тұр ма? Алло. Естіліп тұр, айта бер. Қалайсың? Мен сұрайын деген қосылғаны маңдай ғой. Бұл жерде Құранды қорғайын деп
жаңағы мұсылмандықты қорғайын деп кірген жоқпын. Құранды қорғайтын өзінің адамы бар ғой. Адам деп мо? Өзінің егесі бар ғой, Құранды қорғайтын. Мен білейін дегенше, мысалы, Абай Құнанбаев бар, Ыбырай Алтынсарин, мысалы, біздің ата бабамыз бәрінен. Сол Абайдың өзі, мысалы, Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашан жалған болмас деп ше. Сондайлар Ыбырай Алтынсариннің өзі кел балалар оқылып бір Аллаға сыйынып деп ше. Солардың өзі сонда Алланы айтып тұрғанда солар адасқан ба? Мен олармен келіспеймін. Олардың дінін мен келіспеймін. Абайды мысалы бүкіл әлем мойындайды ғой. Мысалы Мойындамайды. Бүкіл әлем мойындамайды. Сен Абайдың даже сен де мойындамайсың Абайды. Абай саған молда емес қой, Абай саған ақын ғой. Абайдың ақындығын туралы әңгіме айтсам, мойындайтын болсаң, мен Абайды қазақ әдебиеті кітабынан оқыдым ғой, дінтанудан оқыған жоқпын мен Абайды. Имам деп оқыған жоқпын Абайды. Абайды мен ақын деп оқыдым, Абайды мен ойшыл деп оқыдым. Мен Абайды құрметтесем, Абайдың өлеңі мен ойшылдығын құрметтеймін, мен Абайды молда деп таныған жоқпын да. Сол үшін мен Абайды медреседе оқыған жоқпын, мен Абайды мектепте оқыдым. Сондықтан да мен Абайдың неге сенсе соған сенуге міндетті емеспін. Абай арақ ішкен болса, арақ ішу дұрыс болып кетпейді ғой. Абайда адам, Абайда бір не емес десін, құдайларың, пенделерің емес, Абайды тура өздерің сияқты адам. Абайды сонда дін үшін құрметтейсіңдер ма сендер? Абай христиан болған болса, сөздерінің бәрін лақтырып жіберетін бе едіңдер өртеп? Жоқ, ондай ойды айтып отқан жоқпын. Или просто очко жинау үшін ғана пайдаланасыңдар ма Абайды? Оқымайсыңдар, басқа ештеңесіне қызықпайсыңдар, бірақ очко жинау үшін Абайды алға тартасыңдар. Мысалы, мен де сен сияқты кітаптан оқыдық қой барлығымыз мектеп кезде деген сияқты. Соны білгім келіп жатыр да, сен өзің айтып тұрсың, ойшыл, ақын деп. Мысалы, ол кезде ақын сандыраққа сенбейді деп кім айтты? Енді ол жағын білмедім. Бірақ ол кездегі білім мен қазіргі білімді салыстыруға келмейді ғой. Абай адамға табынуды қою керек қой, ондай очко жинауды қою керек, ондай адам тұлғалардың құрметтейтін жағы бар, құрметтемейтін жағы бар. Тұлғаларға табынып, ол неге сенсе соған сенбайсыңдар ғой, бәрібір. Өтірік нәрсе де просто. Өздерінің пайдаларына кеп тұрғаннан кейін ғана айту үшін қолданасыңдар да. Егер Абай христиан болған болса, ештеңе демейтін едіңдер. Или христиан болса, сен де христиан болатын ба едің? Жоқ, мен Абайға табынайық, Абайдікі дұрыс деп атқан жоқпын. Мен сені сұрап атым, солай болса. Жарайды, Абай христиан болған болса, Абайдікі қате деп айта алар ма едіңдер? Көрейікші осыны. Енді білмеймін, о жағын барлығы. Қалай білмейсің? Сен мұсылмансың, Абай христиан болған болса, Абай дін тұрғысынан адасқан деп айта алатын ба едің? Айта алмайтын ба едің? Айтар едіңдер ғой. Сол кезде айтатын едіңдер. Абай ақын болса ақын шығар, бірақ ол дін тұрғысынан адасқан. Нормально сөйтіп айтатын едіңдер. Және айтуларың дұрыс болушы еді. Себебі бұл бір адам бір жағынан мықты болса, басқа жағынан вообще круглый топас болуы да әбден мүмкін. Адам барлық жағынан мықты бола бермейді ғой. Енді кітапта, бұрынғы кітаптарда енді өтірік сөйлемейді, өтірік жазбайды дейді ғой. Мысалы, Құнанбайды дәретсіз емізбеген деген сияқты. Одан дәретсіз емізбеген, дәретпен емізген деген, одан ешқандай не барды, ештеңе өзгермейді деп ойлаймын одан. Мысалы, сенің өзің, мысалы, оның бәрі қазір енді жазылып кеткен. По факту қарайтын болсаң, қазір ауыр әңгіме болып кетеді да, мысалы, сол нәрсені бүйтіп романтиканы алып тастап талқылайтын болсаң, сыни тұрғыда, ол дәретсіз емізбеген деген нәрсенің ешқандай пайдасы жоқ ол жерге. Емізгенде, мысалы, дәрет алған кезде ол ғұсыл алып атқан жоқ қой, мысалы. Емгенде ол еметін шығар, жарайды. Анасының емшегін емеді, мысалы. Ол ғұсыл алып атқан жоқ қой, ол жерде дәретте ондай, ол жерде жумайды да даже.
Жоқ, Дәрет алған не қатысы, дәрет алған не қатысы бар бала емізгенге, по сути, егер тура жағынан келетін болсам? қосылды ол өзі адам жүн қосылған кезде алады ғой обязательно. Былай дәрет өзі бөлек, жаңағы жел шыққанда деген сияқты. Дәретке барған кезде Иә, енді дәрет емізгеннің не разницасы бар? Не разницасы бар дәрет алып емізген мен дәрет алмай емізген? Ол балаға қалай әсер етеді ол? Сүттің құрамы өзгеріп кете ма? Может, білмейсің ғой, сен де, мен де білмейміз ғой. Мысалы, сен айтып отырсың осылай, кітап, мысалы, менің сен ешқандай әсері болмайды. Балаға әсер етеді, өнегелі сөздер болса, мүмкін әсер етеді. Мысалы, менің айтатынымызды сен кітаптан оқып алсаң, оған дәлел жоқ. Айта береді ғой дейсің. Сен де мысалы білімдердің бәрін, мысалы, ізденіп жатқан білімдеріңді барлығын Google'дан, мысалы, кітаптардан қарайсың ғой, барлығы. Бұл кезде де сенікінде де дәлел жоқ болып қалады да. Сенікінде де әшейін ізденген оқулық болып қалады. Мен саған дәлел жоқ деп, мен саған не нәрсеге дәлел жоқ? Мен айтпаған нәрсені не айтты деп өзіңмен өзің айтып отырсың, мен саған дәлел жоқ деген әңгіме айттым ба? Или кітабыңдағы нәрсе дәлелденбеген деген нәрсе айттым ба саған? Кеше де былай қарап отырдым да, соны айтайыншы дегенмін ғой. Оған дәлел жоқ қой, осындай кітаптардан оқысаң, сол жерде жазылған деген сияқты. Дәлел жоқ. Енді мен саған, сен академиялық тарихқа аңыз әңгімені қарсы қойсам, қайсысына көбірек көңіл бересің? Қайсысы дұрысырақ болады? Білмедім уже, бірақ Әрине тарихтікі дұрысырақ болады. әр адам Менің ата-бабаларымның аңызында осы жерде 6 қолды 8 аяқты атам болған, 7000 жыл өмір сүрген десем, саған сенесің бе соған? Әлде тарихшылар ондай адам, тарихшылардың зерттеуіне көбірек көңіл бөлесің бе? Оны білмедім. Конечно, тарихшылар қарайды. Әр саланың мамандары бар. Олар зерттеумен айналысады. Қаншама адамдар зерттейді сол тақырыпты. Аңызға академиялық ғылымды қарсы қоймайды. Оқып зерттейді ғой. Дұрыс зерттейді ғой. Сол зерттеген адамдардікін оқиық деп айтып отырмын ғой. Аңыз әңгіме айта бермейік. Ол дәлел бола алмайды. Сен ойынша олар дұрыс емес, Иә, дұрыс емес ол. Соны кім тыңдау керек енді сонда? Кім тыңдау керек болғанда? Ғалымдарды тыңдау керек. Әр саланың ғалымдары бар, соларды тыңдау керек. Олардікі дұрыс, Мемлекет жағынан алатын болсаң, конечно, олардікі дұрысырақ. Болды, соны білейін деген ма? Әркім өзінің қалауымен өмір сүреді ғой, кімге сенеді. Жақсы. Жаным менің жаныма таққан. Ана даже деген қайда кетті ол? Жоқ қой даже деген адам. Томарысың. Негізі кей нәрселерді романтикасын алып тастасаң, көп мәселелер қирап қалады негізі. Әлем бір бояуынан айырылып қалатын сияқты бола ма? Бір қатты рационалды қарасаң да, бір көрінген сыни қарай берсең де негізі әлем бір бояуынан айырылып күңгірттеніп қалатын сияқты ғой. Шынымен қарасаңшы. Киноларды да бір рахаттан көре алмай қаласың, андай кемшіліктерін көре бересің да. Ұйқаспай, критиктер кинодан кайф аламайды ғой. Критиктер бар ғой, кинодан кайф аламайды. Өйткені олар біледі да, ана киноны сынап отырады да. Ана жағында, мына жағында олар романтикамен рахаттанып көре алмайды да. Әлемге де солай қатты қарай берсең, көп нәрсенен бір кайфуйым деген нәрседен айырылып қаласың. Кайфовать етіп қарай алмай қаласың. Вот сол кішкене қиын. Ең бір минусы сол. Настроениең түсіп қалады. Қарасаң. Бля, Фиат дегенді алған әлі жоқ. Естен.
Ақша қайда дейді. Қандай ақша, қандай ақша? Қандай ақша? Мынау даже деген кетіп қалған ау деймін, что-то қосылмай тұр. Жоқ, қосылды. Әне, хал көрермендердің ықыласына бөленген. Көрермендердің сұрауымен. Ал сұрақ, короче, қалай, по вашему мнению, табиғи құбылыстар пайда болды, бірдей табиғи құбылыстар? Мысалы, отару заңы мен жазу заңы бірдей табиғи құбылыс болды, тоже. Жоқ, 18-ге толғасын ба, толмағасын ба? Жазу заңы бірдей табиғи құбылыс. Неғып қосып алыңдар ғой. Айте! Айте дейді. Айтпайым. Құрғыр. Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Ай, красавчик. Сенің неңе эфиріңе 2 ай, 3 ай қосылып отырмыз дейді, қосыламаймыз деп. Акиматтың алдында жазылған не сияқты. Молодец, красавчик. Так, красавчик, молодец. Енді біздер не түсінген біздің адамдардың несі нападение жасайды. Сен айтып отқаның дұрыс па негізі? Әркім өзінің қалауымен жүрсін деп. Сен Құдай жоқ дейсің, 1% қана сенем дедің ба? Мүмкін деп ше, ана таласасың. Иә. Мен 100% сенем, мен код жоқ, онда кейін жауап беретін деген сияқты. Бірақ діннің несін жаңағыдай мен де уже баяғыдан Тоқтар абыздан бастап қазір қойдым. Бір идея, білмеймін бұған дейін айтпады ма? Қазір уже мынау майшып кетті ғой, уже саған кіріп алады да, неге Құдай жоқ дейсің деп. Енді анау қазақ болғалы бері өзіміздің закондар бар ғой, жаңа ата бабамыздың хан бабамдардан. Сондайға бір ұйымдастырып айтын болсақ, қандай идеялар бар негізі? Анау мысалы Қасым ханның қасқа жолы дейді, ол неге айтылған? Есім ханның ескі жолы, Тәукенің 7 жарғысы деп. Енді ол заңдар келмеске кеткен. Ол заңдар келмеске кеткен, ол заңдар қазір қайтып келмейден, оған қайырылудың қажет жоқ. Негізі основасын содан алып бері. Ода бері қарай неше алаштықтар ше? Алаштықтар сол европалық бағытқа бой ұрған адамдар ғой, сол европалық бағытқа қараған адамдар да. Сол европалық, олар қараған Европадан біз де қазір қарап тұрмыз ғой, сол жаққа қарай. Европалық үлгіде енді қазір эфирде пікірталас болып отыр, талқы болып отыр. Сенің мысалы біліміңмен, сенің неңмен уже біраз адамдар еретін сияқты. Сондай бір жаңадан бірдеңе бастаса, қалай болады деп отқаным ғой. Қазір жаңа нәрсе бастайтын заман емес негізі. Жаңа нәрсені қазір бастау, табудың өзі қиын. Қазір бір жаңа нәрсе түсінбедім. Мынау дінмен немен айтса берген деймін да, мынау қазақ жастарын. Жоқ, әлі жұмыс көп. Көрмеген адамдар бар, көретін адамдар бар, ойланатын адамдар бар. Көреміз енді ол. Басыз қой болу керек бәрі. Тамам, молодец, аға көшін. Болды, мен басқа ештеңе айтпаймын. Рахмет, жақсы. Неге қараңдар анау? Историяны қараңдар, историяда деректі фильм тұр, Алаш және дін туралы. Сол теманы алып шығыңдар, көріңдер. Боқтамаңдар, ай, көні. Боқтама. Көрсетем дәлел жайт.
боқтап баяғыда өтірік физик болып Сәлем, жүрген сәлем. қайтып кетті. Қалай қоссам болады видеоны? Сәлем. Компьютерім қосылып тұр, көрсету керек еді. Қоса алмайсың сен. Қоса алмайсың сен, 25 ақ подписчигің бар ғой. Блин. 1000 керек. Мың болса. Сен ауызбен сипаттап бер енді басқа не жоқ. Вообще, не болу үшін. Алла тағала мысалы бар деп айтады ғой адамдар. Соны дәлел ретінде, мысалы сен онда ешқандай дәлел келмейді. Вот математика дәлел болуы мүмкін бе? Бір скрытый цифрлар. Жоқ, айтылмайды. Неге? Вот мысалға Боламайды. число Фибоначчи деген бар, білесіңдер ме? Золотое сечение деген. Ну, сондай цифра бар, Google'ға көрсетейін дедім, соны как раз Википедиядан 1,168 деген число бар, Фибоначчи деген, золотое сечение. 1,618. Мына жақта Википедияда UTM карта деген, система координат UTM. Білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Вот, короче, оны европейцтер жасаған, Фибоначчи европеец. Сол 1800-де ма, сол ғана кезде система координат ойлап тапқан. Ол картаға арабтардың қатысы жоқ, мұсылмандардың қатысы жоқ, чисто кімдердің жұмыстары. Ну, христианин десе болады. И сол картаны мен қазір в реальном времени просто UTM-нен жазып, жаңағы Википедиядан автокад деген программа бар, білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Жаңағы масштабе кіргізсе болады. Соны кіргіземде отырызам. Жаңағы число Фибоначчи оқысаңдар, математика число бар. Короче, архитекторлар қолданатын цифры бар. Соны қолдансаң әдемі болып шығады. Мысалы, скульптура, жаңағы Мона Лизаны салған. Ау? Короче, ол не шығады? спираль көріп кетіңдер, жаңағы ненің. Не шығады оның қолды? Короче, жаңағы UTM карта. Иә, ол спиральдан не шығады? Жоқ, Құдайдың суреті шыға ма, или Құдайдың адресі UTM картаны шыға, координаты шыға ма Құдайдың? Енді картаның 3 измерениесі бар. Ені бар, ұзындығы бар. Иә, сонда и диагоналі бар. Сен Мекке шыға ма, не дейсің? Ау? Ой, Жоқ, мен просто енді қара ойласайшы, Алла Тағала бар болса, ол бір нелерді қалдыру керек қой, знаменияларды. Не үшін қалдырмайды? А неге қазір ұзындығымен, неге число Фибоначчи, золотое сечениені тапсаң, енімен тапсаң, и диагоналімен тапсаң, 3 жаңағы кесіндінің қиылысы именно Меккада қиылысады. Не үшін? Қалай? Сосын ол не деген сөз? Это сигнал адамдарға. Ол не деген сөз енді? Біреу сомневаться етіп жүрген, шын ба шын емес, бар ма бір сигнал? Жоқ. Ненің сигналы ол? Мекке Құдайдың үйі деген сигнал ма? Не деген сигнал ол? Мұсылмандардың как центрі саналады. Адам алейхиссалам бірінші салған үйі болады. Адам алейхиссалам Меккеге емес, Үндістан жаққа түскен деп айтып жүрсіңдер ғой? Енді ол көшпей ма не? Я Шри-Ланка жақта түсті дейді, но это не факт. Ол не сонда? Адам ата Меккеге жетіп, Шри-Ланка жақтан Меккеге жеткенше бездомный болған ба? Бомж болған ба? Ислам. Түскен жеріне салмай ма үй? Ол далада тұрды ма? Ол барып үй салған жеріне. Именно жоқ, сен маған соны жауап берші. Сол Меккеде үй салған ба? Меккеде үй салған ба? Иә, Меккеде үй салған. Жоқ, Меккеде үй салған ба сол? Онда Меккеде адам атаның іздері қайда? 60 метр адамның іздері қайда? Үй салған кезде. Одан қанша уақыт болғанда қанша өтті деп ойлайсың? Одан зорға ескі нелер табылып жатыр ғой, естеліктер. Табандар. Енді адам атаң жалғыз емес шығар, жанында хауанасы бар 60 метр, балаларының өзі бір 35 метрдей болған шығар, енді іздері болған. Олар жеген, ішкен, жүрген, тұрған бір ізі қалған шығар, қайда іздері?
шайып кетеді, конечно. Или қалықтап жүрген ба? Или шайып кеткен ба іздерін? Қарамайсың ба? Көміліп қалған ғой, не то что. Сен қосын, сен тоқта. Әй, ұят сөз айтып отырсың ғой. Қалай шайып кетеді іздерін тұрғын қалдырмай? Сен 60 метр деген үлкен ба не сен үшін? Ей, сен қазір мынау, сен жалпы археология, сен адам атан қашан өмір сүрген, соны айтшы бір Сен маған соны жауап берші, жарайды. Неге? Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Қалай? Онда былай істейік та, ешкім білмейтін болса. Ана Меккедегі тастың қай жерін не салған? Адам ата салған. Сол Меккедегі үйдің, мысалы, Қағбаның ба қай жерін адам ата салған? Соны не істейік та, радиоуглеродный анализ жасайық та датированиямен. Сөйтіп тауып алайық та адам атаның қашан өмір сүрген. Оның егі бар ма? Сондай білмеймін ғой, сен айтасың ғой Меккеге үй салғанды. Аңыз дей бер, жарайды сен. Жоқ, енді соны енді қара, өтірік деп, енді мен тексеріп жатырмын. UTM картаны ашамын. Число Фибоначчи бар, который бүкіл архитекторда қолданатын. Ең әдемі число, коэффициент деп аталады. 1,618. Ровно сол коэффициент. Сен ойлашы? Сен негізі бар ғой, сен ана жерде білместікпен өтірік манипуляция жасап жатсың бізге ше. Жоқ, сен Фибоначчи салып, ол сечение деген сен сонда глобус жердің шартары жердің сечениесін тауып отырсың ба сонда? Потом мен Google Card Maps деген бар. Сенде бар ма қазір компьютер? Бірге ашайық, и сол измерение жасайық. Болмаймын, етті. Жоқ, сен қуасың ба? Татыр. Сен жерді қандай формада деп салып жатсың ол жерге? Шардың центрін қалай тауып жатсың? Северный полюстан. Екі точкадан, мен сендашы, вот Google картаны аш, Северный полюс деп жазасың, содан барып измерение Мекканың үстіне дейін апарамыз. Потом Меккадан Южныға дейін апарамыз. Екеуін бөлеміз бір-біріне. И қанша шығатын көрейік бір-біріне коэффициентпен. 1,618 шығады. Сосын оны басқа нүктеге апарсаң, ондай шықпайды. Басқа нүктеден сондай расчет жасасаң, ондай шықпайды. Экватор емес, бір поездың бойында, сол жерлерге. Ау? Сен бізді алдап жатсың негізі ше? Алдап жатқан жоқ, сен бізді алдап жатсың бір фейкпен ше? Сен бізді алдап жатсың, сен бізге манипуляция жасап жатсың. И Google картамен. Болмайтын, әйтеуір ана нелер бар ғой, масондарды сен етінде көрінген жерден масондардың нәрсесін есептеп шығарып алады ғой. Число Фибоначчи не екенін, сосын білесің. Это именно золотое сечение деп аталады. Это мысалға адамдар келтіреді. Жатыр, сенің әңгімең тексерейікші қазір. Сен число Фибоначчи не екенін түсіндіріп берші бізге алдымен. Білесің ба, білмейсің ба көрейік. Иә, давай, түсіндірші көрейік число Фибоначчи деген не. Википедияны оқиды. Қайсына? Түсінемін? Өзің түсінбейсің ба не сонда? Mesela видеоны соны түсінбеймін. Бүкіл программаны ашып қойып көрсін деген. Қандай числосы? Жоқ, мына жер мен ашып отырмын, число Фибоначчи деген бірақ сөйлеммен түсіндіріп тұр не екен. Сен маған түсіндіріп берші соны не екен. Чисел, которые бір-біріне бөлген кезде, вот квадраттардың, блин, мен ауданмен көрсету керек оны. Вот мысалы клеткаға сызу керек оны. 1/1, потом 2/2, бір-біріне қоса бересің. Мысалы соңында 13/13, 21/21, это аудан. Каждый ауданды өзіне үлкен. Бір коэффициентке көбейткенде үлкейе береді. Келесі квадратты жабады. Сол кезде спираль пайда болады. И каждый числоны өзінің артындағы числоға бөлсең, 1,618 шығады. Түсінікті ма, түсінікті емес па сендерге? Вот Википедияны ашсаң, соның числосы бар до конца. Каждый өз артындағы числоға бөлсең, 1,618 шығады. Неге UTM карта арабтар жасамаған, мұсылмандар жасамаған картада не то что ұзындығы мен енінен, еще диагональдағы сызықтың қиылыстары Меккада қиылысады, үшеуі. Это фантастика. Это адам түсіндіре алмайды оны, қалай болды деп. Потом YouTube, Google Maps'қа кірсең, оны да біз жасамады, оны Google жасады. Южный полюстан, северныйдан Меккаға, Меккадан Южныға апарсаң, ұзын кесінден қысқаға бөлсең, опять 1,618 шығады. Это қалай знамение емес деп айтасыңдар, айтшы. Вот көз соқыр адам ғана оны көрмейді ғой.
Жақсы, былай келсек. Егер осы сен осы нәрсе өтірік болып шығатын болса, сен бұл ешқандай сен өзің неңнен бас тартуға дайынсың ғой, иә? Значит, егер осы нәрсе өтірік болып шығатын болса, онда сен ислам демек бұл ешқандай знамение жоқ екен Құдайға деп айтуға дайынсың ба, дайын емессің ба? Енді мен қазір измерение істеп жатырмын ғой. Осы сенің айтып отырған әңгімең. Немесе сен некорректный, сен өтірік интерпретация жасап отырған болсаң, немесе өтірік болып шығатын болса сенікі, сен онда ешқандай знамение жоқ екен деген пікірге келе аласың ба, жоқ па? Фактически өзім измерение жасап, біреудің ютубта оқығаным емес. Мен именно цифраларды өзім өлшеп калькулятормен бөліп. Қазір алдында калькулятор бәрін ашып қойғам, көрсетейін депші, фактически. Соны көрсете алмай отырмын. Вот давай бірге ашайық. Сенде бар ма Google Maps деген? Северный полюстан Меккаға дейін өлшес қанша метр болады? Мен қазір айтамын. Вот қазір мен өлшейін деп отырмын. Давай сен де менімен бірге ашшы. Аша аласың ба? Алло. Вот Мекканың Кабаның үстінен аламын. Тағдыр қазір. Все, метрға қоясың. Кабадан аламыз да северный полюсқа дейін сызамын. Линейкамен. Тұра. Қанша болды? 7 миллион. Так. Меккадан. Сен әңгімеңнің Короче, Меккадан северный полюсқа дейін примерно енді. Погрешность бар. Так, золотое сечение. Золотое сечение деген не? Мен айттым ғой жоғаса. Не нәрсе ол золотое сечение деген? Фибоначчи деген золотое сечение екеуі бір. Сен Фибоначчиді айттың ғой. Иә. Екеуі бір ма? Ау? Екеуінің коэффициенті бір бүтін мыңнан 162-де. Сен тексердің ба, жаңа Google-дан тексермедің ба, қанша шыққан? Вот мен қанша метрах қазір айта аламын. Вот калькулятормен санадым, менде қанша шыққан айтам. Google-мен көрдің ғой сондай шығып тұрған.
Жаңа сен айтқандай басқа жақтар шыға ма деп айтып жатсың ғой. UTM картамен шықпайды. Меккадан басқа ештеме шықпайды. Потому что үш қиылысатын жаңа кесінділер бір-ақ точкада қиылысады. Ол именно Меккада. Вот мысалы екі картамен көрсең, UTM это плоский, созылған, и шарообразный, Google'дан көрсетіп жатыр. Екеуінің коэффициенті бірдей. Меккадан Южный полюсқа дейін 12,370,794 метр. Так, тұра. Так, былай дейді, қара. ChatGPT былай дейді. Существует популярный миф о том, что Мекка якобы расположена в точке золотого сечения Земли, дейді. Однако этот миф не выдерживает ни критики с точки зрения математики и географии. Разберемся, почему, дейді. Что такое золотое сечение? Золотое сечение – это особая пропорция, часто встречающаяся в природе, искусстве и архитектуре, дейді. Математически, если делить отрезок на две части так, что отношение всей длины к большой части равно отношению большей части к меньшей, то получится золотое сечение. Как вычисляют золотую точку Земли? Некоторые сторонники мифа утверждают, что если взять длину Земли от Северного до Южного полюса, қанша мың дедің сен? Меккадан айтып жатырмын. 12. Северныйдан южныйға дейінгі жердің ұзындығы қанша деп алдың? Екеуін қоссаң қанша болады? 19 мың ба, где-то? 20 мың дейді екен. И умножить на 0,6, то получится 12 тысяч. Это расстояние, по их мнению, указывает на широту Мекки. Однако длина Земли, используемая в расчетах, зависит от модели. Сферическая, эллипсоидная и тому подобное. Географические координаты измеряются в градусах, а не в километрах. Поэтому использование золотого сечения для широты некорректно. Даже если пересчитать в градусах, то точка золотого сечения окажется не в Мекке. Это опровержение. Сөз таппайшы осыған. Не ойлап табарын білмей. Почему не в точке золотого сечения, дейді? Широта Мекки 21 градус 25 минут северной широты. Если взять золотое сечение от экватора до полюса, то точка окажется в районе России или Канады, но никак не в Саудовской Аравии. Жоқ, давай Google'да аш, бірге көрейік. Подожди, золотое сечение. Экватордан полюсқа дейін дейді. Егер золотое сечение экватордан полюске дейін алатын болсаң, онда точка Россияда или Канадада болады дейді. При чем тут экватор вообще? Если учитывать долготу, то золотая точка зависит от нулевого меридиана, который сам является условной величиной. Есть Южный полюс, есть, сөз табам деген адамға осылай таба береді, адасу үшін ба? Қалай таба береді бұл? Жоқ, неге? Давай сен Google'да ашсай, метр деген ол метр. Это величина конкретная. Адам шагпен өлшейді, в любом случае. Расстояние, золотое сечение табу үшін архитекторлар градуспен есептемейді. Қай ақымақ GPT-ға соны салып жіберген? Былтырлап жаза береді сол шайтандар. Метр. Қалай шайтан бұл жерде айтып тұр ғой. Манипуляция с данными дейді. Сторонники мифа часто подгоняют цифры. Сторонники мифа часто подгоняют цифры, изменяя систему отсчета или округляя результаты. Иногда используют координаты Кабы, а не самой Мекки, или выбирают разные методы расчетов, чтобы результат совпадал. Я ничего не делаю. Я просто тура сендер сияқты, давай тексерейінші деп соны, Мек қаяқтан ең ми істейтін адам Каббадан алады, дұрыс па? Центрінен Каббадан алады. Қаяқтан үсті жақта Северный полюс бар, Северный полюстан алады, астында Южный полюс. Сол екеуін өлшейді, и почему-то ровно 1,162 шығады. Как? 1,162 қайдан шыққан еді, түсінбедім? Қара, Меккадан Южный полюсқа дейін өлшейміз. 12 мың копейками шығады. Дұрыс па? 12 миллион. Меккадан Южный полюсқа дейін? Иә. 12 мың метр шыға ма? 12 миллион метр? Иә, 12 миллион метр примерно. Қанша километр ол? Қанша километр ол?
қазір айтамын. 12 километр 370 метр. Онда калькуляторға жаз. Батыршы, Меккеден Северный полюсқа дейін дейсің бе? Южный полюсқа дейін. Меккеден Южный полюсқа дейін 12 километр ма? 12 мың ба? 12 мың метр, 12 километр. 12 километр. Батыршы, расстояние... Тоқта, 12 мың 371 деп жазшы калькуляторыңа. 12 Батыршы, маған конкретно айтшы, Меккеден қай жерге дейін дедің? Меккадан Южный полюсқа дейін. Меккадан Южный полюсқа дейінгі расстояние сен қанша дедің? 12 мың 371 километр. 12 мың километр ма? Иә. 12 мың 371 километр. Жуық шамамен. Сосын? Енді оны бөлеміз. Қара, былай дейді. Мынан қара. Расстояние 10 мың километр дейді, расстояние. Мына жерде қара. Қаяқта? Қаяқта? Гуглда ма? Расстояние от экватора до Южного полюса екен ғой. Ол экватор ғой, мен Каббадан ровно Южный полюсқа дейін әкелесің. 12 мың 371 километр болады. Оны бөлеміз. Оның артындағы числосына Фибоначчи бола ма, болмай ма тексеріп жатырмыз. Енді аламыз да Каббадан Северный полюсқа дейін сызамыз. Қанша шығады? Давай жаз енді калькуляторға. Бөлу жағы 12 мың 371 бөлеміз. Қара, Каббадан Южный полюсқа дейін қанша дедің? 12 мың 371. 12 мың 389 болды. Кім өлшеді оны? Мына жер жаздым мен. Ну это погрешность ғой, ладно, ала бер солай. Ну мен линейкамен өлшеп жатырмын ғой. Так, енді осыны қаншаға бөлейін, не істейін? 12 мың 371 деп шықтым менде. 12 мың 389-да 6 деп тұрмын. Не істейін оны енді? Оны кім жазып тұр? Меккадан ба? ChatGPT-дан сұрадым. Ну ладно, давай дальше. Не істейін енді? Енді Каббадан до Северного полюса. Осы числон бөлеміз келесі кесіндіге. Тұра тұр. Мынау не үшін тұр болсан? Енді 12 мың 371-ді бөл 7 мың. 7 мың қайдан шықты? 7630. Енді Каббадан Северный полюсқа дейін расстояние. Тұра тұр қазір мен жазып қойын. Так. Кәмін жеріне сұраймыз. Google карта бар ма? От Кабы до Северного полюса. Жеті мың 625. Қанша? 7632, иә, примерно. 625-те 5. Енді не істейміз? Анаған бөлейін ба? Я 12 мың бірдемені 7632-ге бөл. Қанша шықты? Тұра тұр. Біріншісін дұрыс айтпаған сан. Кішкене погрешностьпен айтып жүрген көбірек. Бірақ все равно сол шығу керек там. Почти. Қанша шығады? 1-де 625. Вот көрдің ба? 1,62-ге коэффициентке келеді. Это шарообразныймен көрсететін. Потому что жаңа плоскийін көрсетейін дедім, сен маған сразу плоский, қисық, анау мынау созылған дедің UTM. Енді UTM-мен, қалай көрсетсем саған? Оны распечатка істеп. Енді не істеймін? 1-де 625-ті не істеймін бұны? Болды, это есть коэффициент Фибоначчи деп аталады. И что, бұны не істейміз енді? Жердің, то есть жердің золотое сечениесі, число Фибоначчи, золотое сечение Земли, получается, это Кабба. Это значит... Тұра тұр енді. Сәл күте тұршы, бір минут күте тұр. Не істейміз оны. Не істейсің, ол саған Алла Тағала знамение көрсеткен математикамен, что не случайно Кабба. Бәрі сұрайды ғой, неге Кабба, неге біз арабтарға бару керекпіз? Өйткені золотое сечение Земли это Кабба. Это мен сені Google Earth'пен көрсеттім. Теперь UTM-мен көрсетсем, там вообще по диагонали даже совпадает. Это оқымаған тупойлар білмеңдерші, пожалуйста. Оқымаған. Физиканы білмейтін, математиканы білмейтін.
Сайкю математиканы білсең, өзің таңғалып тұрған Қара, шығарсың. қара. Енді мен былай істеймін қазір. Тура жаңағындай расстояниеде тұрған жерлерді сұраймын да қазір ChatGPT-дан. Мен жаңағы 12389 шықты ғой, Кабадан. Аха, енді Кабадан тура Южный полюсқа тура сондай қашықтықта орналасқан жерлерді сұрап едім, қара. Сальвадор, Никарагуа, Венесуэла, Мали, Нигер, Чад, Судан, Эритрея, Оман, Индия, Китай, Мьянма. Енді қара, тура сол сияқты басқа жерлерді де алуға бола ма? Жоқ, болмайды. Почему? Енді екінші знамение идет. Слушай, теперь я говорю, есть карта UTM Википедияда. Википедияны. Сондықтан я скачиваю карту. Теперь потому что көп қалалар кетіп отыр. Қала емес. Қалалар именно түспейді соған. Это Мекка, Кабба четко түсіп тұр. Ана жақта бір шөп түседі саған, ағаш түседі, басқа жақты тапсаңшы. Енді алып Лапас деген, енді қала дедің ғой, қалаларды сұрадым. Лапас, Сьюдедад, Кота, Тессалит, Зиндер, Агадес, тұра тұр қазір. Сен сол сеченеңді қазір тағы да шығарып көреміз, тұра тұр. Гуйлин дейді, так. Мен оның бәрін өлшегем, қарағам, не түсіп тұрған, маған оны айтпай қойсам болады. Енді келесі, енді дальше опыт істеу керек қой. Неге именно? Тұра тұр. Мен Меккені іздеген жоқ, мен әр қаланы тексеріп көргем, сол ширатамен былай қарай өткен. Как именно жүреді, сол қанша қала түседі? Бір 10 қала түсейік дейші. 10 қала, бір 10 здание түседі. Соның арасында именно Мекка шығып тұр. Енді UTM картасын алып, в масштабе салып, енді ұзындығымен тапсақ, енімен тапсақ, еще представь, по диагонали тапсақ, ровно 1,618 коэффициент шығады. Диагональ қалай шығымы? Вот диагональмен басқа жақты таба алмайсың уже. Келісесің ба, Сайкю? Сайкю? Қара, мен сен неңді жаздым да, былай деп жаздым, короче. Тура осындай қашықтықта, мысалы, Южный полюстан 12389-да, ал Северныйдан 7625-те қашықтықта орналасқан қалалар тауып бер деп едім, примерно 9 қаланы шығарып тұр. Ну вот, мен саған айттым, 10 қала дейік. Неге именно Кабба соның ішіне түсіп қалды? Жарайды, енді сенде спор, 10 қала түсіп, бәрі святой ма дейсің маған? Енді келесі этап нужен был. Енді берем UTM общепризнанный, UTM карта, система координат, UTM Меркатор деп аталады. Ол координат системада мен жұмыс істегем. Көптеген жұмыс істеймін, әр қалаларда. Вот фактически мен научный жұмыстар жасағам мен. Сол картаны аламын да, автокадқа салам в масштабе как есть. Ештемені өзгертпеймін. Енді ойлашы, Сайкю. Автокатыңды қоя тұршы, сонымен мына қалалардың барлығы қасиетті ма, жоқ па? Жоқ. Енді арасынан қасиетті қаланы тауып көрейік. Енді дальше келесі этапқа көшейік. 10 дедік па, жаңа 10 қала шықты дейік. Золотой сечение, мыналардың бәрі золотой сечение ма, жоқ па? Сол золотой сечение линиясында жатыр бұлар. Түсіндің ба? Демек, сенің золотой сечениең бір жер емес, бәленбай қала ғой? 10 қала, бір золотой сечениенің бойында жатыр. Енді іріктейік соның ішінен. Қайсы еще больше подходит, қайсы уникальный қала екенін соны табамыз енді. Екінші этап. Түсіндің ба? Алло. Не істейін деп жатсың енді? Енді теперь берем, енді ауызбен түсіндірейін, я трансляция істей алмаймын ғой соны. Сол үшін айтайын, вот сенбесеңдер, кто-нибудь скачайте, кіріңдерде Википедияға, UTM карта деп Википедия кіріңдер. Сендер сонда еп. Что? Саған қалай дәлел, сам ауызша айтса, сен сенбейсің, ол ғажап. Енді мен саған чисто математикамен көрсетіп отырмын. Сен уже ұтылып баратқанын сезіп па, неге сөйтіп жатсың? Бля деп боқтап. Мен саған фактически көрсетіп отырмын. Енді давай, смотри, картаны жазасын, оның ұзындығының ені бар. Ол тік төрт бұрыш. Оны масштабировать етеміз.
100 метр, 50 метр қылып, чтобы удобно было работать. Енді аламыз да ұзындықпен өткіземіз бір линия, жаңағы золотое сечениемен. Это ұзындықта 61,8, 38-де 2 бір линия өткіземіз. Енді ең жақтан 50-ні бөлеміз. 31 мен 19 метрге тағы линия өткіземіз. И по диагонали өткіземіз. 69 мен 41. 69-да 43. Енді сол 3 линия бір-біріне келгенде, үшеуі де бір нүктеде қиылады, представляешь? Үшеуі бір жерде қиылады. Қиылатын жер Меккада ғой, Саудовская Аравияның үстінде. Мекка қаласының үстінде. 3 линия. Енді қалғандары бәрі іріктеліп, анау қалған 9 қаланың түспей қалды бұған. По диагонали, по вертикали, горизонтали 3 қиылысатын бір нүкте бар. Ол Мекка. Қалай ол шығып қалды айтшы? Білмеймін ғой, сен не манипуляция жасап, нені қаяққа қалай сызған. Гуглда программа бар. Золотое сечение, картины деген бар. Соны онлайн салсаң болады даже. Мен салып көрген жоқпын. Золотое сечение, карты деп жазшы. Может, шыға ма, шықпай ма? Мен саған түсіндіріп отырмын ғой. Сен неге UTM картаны ал, если распечаткан болса, принтерін распечатай, и немен линейкамен өлшеп көр. Ұзындығын енін. Каждыйның ұзындығының енің золотой сечение тап та линиялар өткіз просто. И диагоналін. Үшеуін қиылысқан жерін көресің сонда. Сен бүйтші, короче, экраныңды запись жаса, Вот, да? қараш, жаш, пожалуйста, золотое сечение, карты мира деп жаса. Mail.ru-да шығады бірінші ответ. Я. Жинады, короче, андағын бәрін видеоға түсірді, кәдімгі. Жазып, сөйтіп, парақшаңа видео бұсаш, содан кейін көрейік бәріміз бар. Не жасады? Короче, неге түсірді, экран запись жаса. Сосын басынан бастап бәрін сал, содан кейін сап қой. И одан кейін сенікен қарап отырып, сосын енді мен ауызша түсіндіргенім факт-чек жасайық. Білемін. Түсініксіз дым, не сызып, нені қаяққа сызып атқан түсінген жоқ. Сен құлақтан атқан болуың да мүмкін екен, разбираться екен, автокад. Линейкамен де істесен болды, қайымсы жоқ. UTM карта, мирката. UTM, басқа бірдеңелерін қақпаймын. Сен сал давай, сен сал. Парақшаңа видео қылып сал, осылай деп. Содан кейін 11 болды ма, мен сендер ғой, аппликация сен байн теп ұстаған мен, заблокировать теп, өзі шықпады именно компьютер отырғанда. Алла тағала деп көрсетсін деп отқан ғой. Соны сөйтсе енді, саған жазылайық бәріміз міне. Саған жазыламыз, сен сал, сөйтіп сызып көрсет, одан кейін соны білетін, сызуды білетін адамдармен қарайық, сен дұрыс айтып атсың ба, бізді алдап атсың ба, жоқ па. Соны көреміз. Білмейміз ғой сен манипуляция жасап отқанын. Білеймен, фотомен ақ көрсеткен. Сен айтып отқан нәрседе бәленбай қала шығып отыр ғой жерде. Так, фото салсам болды ғой. Сен сөйтсейші, доказательства, что Мекка, центр земли, бір видео жасасай, экран запись қыл. Фото, скриншот жасап, или саламайсың ештеңесін. Аватаркама қойып қоя аламын ба? Жаңа именно автокадтың скриншотын жасайын да? Ал? Парақша, видео түсірсей, асықпай видео асықпай запись қылып түсіре салсай, ол несі қиындығы бар, бір жарты сағат отырсаң бәрі. Хорошо, я посмотрю. Андай корректив етпесең де болады ғой саған. Монтаж жасамай-ақ қойса, просто андай айтып отыр да түсіре сал. И сосын не болады, сен все нәрсе. Сосын парақшаңа сал, саған жазылып қойдың, содан кейін ашып. А жарайды, если ғажап енді көрейік та, мен сен не айтып отқаныңды түсініп отқан жоқпын. Гуглмен көрдің бе? Ұқсай ма, ұқсамай ма? Көрем. Қалай көріп тұрған жоқсың? Мен ешқандай ғажайып көріп тұрған жоқпын пока. Меккаға, Каббаға дейін, Каббадан северға жасадық. Именно бөлгенде енді тура сондай расстояниедегі бәленбай қалалар бар екен ғой. Диагональ тура любой жерден алып шығару. Болмай ма? Қалған қалалар кірмей қалады соған. Именно Мекка
енді ұзындықпен ең басқаларын көрсетеді де. Жоқ, ғажап болатын дегенде мен сенің нені ғажап етті деп айтып отқанын түсініп отқан жоқпын вообще. Не ғажап, жерді кескен кезде бір жерінен былай сызтайып салған кезде табаныңа дейін өлшеп, соны бөлсең жаңағы коэффициентпен бір жерге келеді. Но идеальный адам пупокқа келеді деп айтады. Анау бір не сурет бар ғой интернетте, көрсең сразу шығады адам былай жұлдыз сияқты тұрады, соның золотой сечениесін көрсетеді. Көз бен мұрынның расстояниесі бәрі типа золотой сечениеге келеді деп. Но это идеальный адамның типа. Настоящий адам өзіндікін өлшеген, менікі коэффициентке келмейді. И любой заттың золотой сечениесі, Мона Лизаны сол золотой сечениемен салған, әдемі болып шықты. Архитектор здание салғанда золотой сечениесі әдемі болып шығады. Сол жердің әдемі жері. Рахмет. Жердің золотой сечениесі каба болып тұр. Это бағана айтты ғой мына жерде ChatGPT-ден сұрап едім, ол өтірік деді ғой миф деді. Мен оқыған статьяларды қарап тұрмын. Причем тут научно, не научно? Научно. Факт, есть числа. Мен числомен көрсетіп жатырмын. Жаңа тем более сен бірінші числоны дұрыс айтпадың. Мен жаңа бөлгенде ровно 1,62.0 шығады. Если вот қазір линейкамен өлшесең. В астрономии или географии былай деп отыр ғой, қараса. В астрономии или географии оно не играет никакой роли дейді ғой вообще. Ну, играет, не играет роли, не істеймін енді. Пи, что, играет роли? С точки зрения науки нет объективных причин считать какую-либо точку на Земле золотым сечением. Это математическая игра, но не физическая реальность. Сам просто знамениями көрсетіп тұр, что есть такие совпадения, призадумайся деп. ЮТМ адам Қайдағы? Чтобы найти золотое сечение на планете, берут широту, насколько точка севернее или южнее экватора. Долготу, насколько точка восточнее или западнее Гринвичского меридиана. Поперечно Меркатора деген бар. Он в метрах измеряется. Вот соны қайтесің. Он в метрах, не в градусах. В природе золотое сечение помогает объяснять рост и развитие. Для Земли оно ничего не объясняет, это просто числа, которые не имеют никакой связи с геологией, физикой или климатом. Если посчитать, золотая точка окажется в Австралии. Ну, конечно. Мен салам видеоны, сол көр. Түсінесің сол кезде қай диагональды айтып отқанымды. Салшы. Бір түсінетін адамдар тауып алып қарармыз. И потом екінші мен жасаған координаты бар, сура бар, 114 сура бар. Номер. Жоқ, диаграмма. Ондай математический бірдеңе көрсетілген, который өтірік христиандар, атеисттар шығарып, ат дегенде сөз шығады, мынауда деген шығады деп ше. Мына жақта четко Алла деген сөз шығады ғой. 114 сураны. Салшы соны парақшаңа, давай, сал бізге не болсын. Сен оны сызу керексің. Сен қазір манипуляцияны. Сызамыз ғой енді, айтып отырмын ғой, бәріміз отырып сызамыз. Сен сияқты адамдар көреді ғой, сап қой парақшаңа. И начинает. И вот мына жақта мынандай буква шығарасың, мынандай. Но здесь четко, явно. Потому что критика деген болу керек қой, жұрттың бәрі сен айтқан нәрсеге сене бермейді. Сен оны көзің жетсе де, сен потом қорқасың, өз оқырмандарымды жоғалтып алам, ақша таппай қалам депші. Жоқ, мен репост жасаймын сенің видеоңды осы парақшама. Историяма сап қоямын сенді. Бәріміз көреміз. Көрермендер. Сенікі рас болса, сенікі рас бол екен, бәрі көрсін. Көрермендер өздері қарасын да, сөйтіп діннен шығып немеді, атеизмнен шығып мұсылман болып кетсін бәрі. Сол дұрыс болады. Мен өз репост жасаймын сен, сохранить етіп қоямын. Видео салшы сен.
қазір қиындық бля некачественный бірдеңе шығады. Сен видео сал, сосын сен видеоңды көреміз. Сен видеоңды сосын біз көреміз. Білетін адамдармен сызамыз. Сенікі бана көрермендер де барып тексерсін. Сосын сенікі дұрыс болса, сендер жаққа өтіп кетсін, мен ол адамдарға жабысып отыр дейсің ба? Пожалуйста. Сендерге өзіңе де пайда ғой, миллион просмотр жинайсың. Жоқ, мына адамдарға көзін жеткізбейсің ба исламның? Маған ғажап болып тұр. Сен қазір көріп тұрсың да же идеальный число шығып жатқан, соны өзің ешқандай ғажап көріп тұрған жоқ. Айта бересің де. Енді салсаңшы, парақшаңа сал, жұрттың бәрі көрсін. Мына жерде 1000 адам көрейік, 10 000 адам көрсін. Манипуляция істемеші, сен былай істей салсаң, былай болады. Не манипуляция? Сен просто өзің біліп тұрсың ғой, андағы жасаған нәрсеңнен адамдар қате тауып алатынын. Содан кейін айтып жатсың, манипуляция істемей, алдын ала айтып қояйын деп жатсың. Диагональмен шығарып тұрмын. Саған көрсетіп просто жоқ, алдын ала айтып қояйын деп жатсың, чтобы алдынан опроверг деп айта салады да, менің сөзімнен кейінші. Мен ештеме деп айта алмай қаламын содан кейін. Соны қазір білсінде, сайкю, сол просто адамдар адамдар бар өзі қарайды, өзіміз қарайды. Сайкю айтты ғой, болды, ол білет дей салады, болды, түсінатсың ба? Тексермейді да, оны қызықпайды да числоға. Сол тексермейтін адамдарға просто айтып қойып жатырмын. Ол слепо сене бермеңдер сайкюға, жігіттер, қыздар. Оны тексеріңдер. Я, мен слепо емес, мен математика. Саған да сене бермеймін. Көрсетіп тұрмын идеально. Давай, жазамыз. Хорошо. Болды, көрсет шығар. Лайк басып репост жасаймыз. Ой, маған керек емес. Лайк басып репост жасап, миллион просмотр жинатамыз саған. Я сейчас попробую. Болды, салшы, қашан шығарасың? Не, напиши потом. Жазы шықма шыққан. Сөйт болды. Мен салып көрмеппін ешқашан видео просто. Я, давай, салып қой. Давай. Парақшаңа загружать етесің. Жазылыңдар фиатқа жазылыңдар, сосын несін көрек, математические чудеса көреміз сол жерде, былай калькулятордағы сандар ChatGPT-да не дейді ChatGPT-да жазып көндір. Енді имеет право бәрі айтуға. Видеосын салар, сосын көреріміз. Ассалаумағалейкум, қалайсың Ысқақ? Аман. Жақсы. Аналар, әжелер, қыздар, мерекелерің құтты болсын. Короче, мынандай информация ғой. Мен Библия оққам. Егер Исаның әкесі болатын болса, исламдан өтірік болып шыға ма? Өйткені Библияда бар сондай бір мағлұмат. Биологически ше. Исаның әкесі болса ма? Точно әкесі деп айтпайды. Короче, ол христиан діні бойынша Евангелияны жазған адамдар бар ғой, 4 Евангелия. Короче, Матвейдің Евангелиясында Жәбірейіл деген көрінеді. Ал Луканың жазуы бойынша ол Марияға көрінеді, наоборот, Марияға. И Матвейдің Евангелиясында христиандар жазып жатыр, сразу Иосиф емес деп. Матвейдің Евангелиясында, короче, Вифлеем деген қаладан сол Иосиф пен Мария екеуі жұбайымен, короче, әйелімен күйеуі Вифлеемнен Назаретке барады. Ал Луканың Евангелиясында Назареттен Вифлеемге барады, наоборот. Сонда ойлаймын да, сол Иосиф деген кім жалпы деген қызық сұрақ келеді. Исаның әкесі сияқты.
Өйткені ана Жәбірейіл айтады Иосифке, типа, Марияның қазір аяғы ауыр, ол Құдайдың баласы, сен оны тастама деген сияқты ше. Сөйтіп айтады да. И соған қарағанда, егер ол өтірік болса, значит, ислам да өтірік қой. Сосын ана Торадағы Моисей, короче, ол Ніл өзенінің неде еврейлер жазады ғой не деп, Ніл өзенінің бойында тауып алады оны, короче, исламда фараонның әйелі тауып алады. Ал Евангелияда фараонның қызы тауып алады оны. И сол история, короче, баяғыда ана Месопотамия жерінде Саргон древний деген патша болады. Сол Саргон древний деген патшаның өмірбайымен прям тура-тура келеді. Оны да солай суға ағызып жібереді, оны да біреулер тауып алады, сондай да. И сондай история грек мифологиясында тоже бар. Құдай болатын бір баланы тастайды, ол сосын бір мемлекет құрады деген сияқты. Даже ана Рим империясындағы Ромул мен Рем келеді. И сондай нәрсе оқыдым да. Сонымен бөлісейін деген ғой жай, егер христиандар кіріп бірдеме деп айтып жататын болса, осы информацияны қолдан деп. Жақсы. Рахмет. Ондай қызық нәрселер бар. Жақсы, рахмет. Так, Жамағатус. Так.